Тыңдалым мәтіні. Нанотехнология бұл адамның көзіне көрінбейтін майда бөлшектерді белгілі бір ретке келтіре отырып, оның ерекшеліктерін алдын ала белгілеп беру арқылы әлде бір құрылымды қарастыруға қажетті жекелеген атомдарды ыңғайлап орналастыру. Нанометр дегеніміз 1 метрді миллиардқа бөлгендегі ұсақ бөлігі. Нанотехнология осындай кішігірім өлшемдермен айналысатын ғылым. 1986 жылы сол кездегі студент Эрик Дрейсел жасампаз машина атты футуристік эссесінде алғаш рет молекулярлы технология деген сөз тіркесін қолданған болатын. Эрик Дрейсел фантаст жазушы Станислав Лемнин тұжырымдамаларына өз ойындағы қиялдарды үстей отырып, саналы тіршілік ортасының негізгі бейнесінің ойлап шығарған. Осы болжамға сәйкес, 21 ғасырда нанороботтар мен технологиялар әрбір ағзаның заттың құрамына енгізіледі де, адамзат өзін қоршаған әлеммен бірге тұтастай саналы суперкомпьютерге айналады. Нанотехнология деген сөзді өзіміздің қазақ тілінде түсіндіретін болсақ, кішкентай өлшемді технология дегенді білдіреді. Бұл жерде нано сөзі миллиардтың бір бөлшегі деген мағынаны білдіреді. Қысқасы, кез келген заттың миллиардтан бір бөлшегі бастапқы тегінен ерекшеленді де басқа физикалық қасиеттерге ие болды. Міне осы заңдылық арқылы, яғни материяның белгілі бір күйден екіншісіне өту кезіндегі өзгерістер арқылы өмірге бұрын ешкім белгісіз жаңа технология еніп жатыр. Қазіргі заманауи сандық технологиялармен үйлесімді жұмыс істейтін электронды құрылғылар осы нанотехнологияның жемісі десек, қателесіп отырған жоқпыз. Бұған мысал ретінде байланыс саласындағы талшық оптикалық жүйелерді жатқызуға болады. Яғни ешқандай сынбаусыз ақпараттарды бір нүктеден екінші нүктеге ауа ағынындағы талшықтарды өз еркімен бойынша басқару арқылы оп-оңай жеткізе аламыз. Менделеев кестесіндегі көптеген химиялық элементтер нанотехнологияның әсерінен өзгерістерге ұшырап, басқа да бір қасиетке ие болып жатқаны осылайша анықталған болатын. Қысқасы, нанотехнология адамзат өміріндегі ең төңкерісті жаңалықтардың бірі болды десек, артық айтқандық емес. Ал оның бүгінгісінен болашағы әлде қайда жемісті.